құрметті тіл үйренушілер, назарларыңызға А2 базалық деңгейіне арналған уақыт тақырыбындағы сабақты ұсынамыз. Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Сағат, жарты сағат, 1 сағаттан кейін, күндіз, кешке, түн ортасында, арғы күні, күні бойы, қазір, келесі аптада, таңертеңгі сағат 8-де, келесі айда, жақында, күн сайын, қазіргі кезде, келесі жылы. Енді грамматикалық тақырыпқа назар аударайық. Жат септік, зат пен қимылдың, яғни есім мен етістіктердің орнын, көлемін, мекенін және мезгілін білдіреді. Кімде, неде, қайда деген сұрақтарға жауап береді. Сөйлемде кімде, неде деген сұраққа жауап берсе, толықтауыш, қайда деген сұраққа жауап берсе, пысықтауыш қызметін атқарады. Жат септіктің формалық көрсеткіші та, те, да, де. Үшінші жақта тәуелденген сөзден кейін ныда, ніде болып жалғанады. Берілген сөздерге жат септік жалғауын жалғаңыз. Тексерейік. Уақыт айтып үйренейік. Неге, нешеге, неден, нешеден. Сағат 1-ге 10 минут қалды. 1-ден 10 минут кетті. Тапсырма. Уақытты анықтаңыз. Тексерейік. Санмен жазылған уақытты екінші бағамен сәйкестендіріңіз. Тексерейік. Қазақ тіліне аударыңыз. Тексерейік. Назарларыңызға рахмет.